Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Түркістан облысында спирттік ішімдік сатпайтын ауылдардың саны артып келеді. Осыдан 2 жыл ішімдіксіз ауыл жобасын 30 елді мекен қолдаса, бүгінде олардың саны 80-ге жетті. Мәселен, Түлкібас ауданының Келтемашат ауылдық округіндегі дүкендерде 10 жылдан бері ішімдік сатылмайды. Соның нәтижесінде ауылда қылмыс тіркелмеген. Келтемашат ауылдық округіне қарасты Жиынбай елді мекенінде 160 түтін 1000 халық тұрады. Осыдан бірнеше жыл бұрын ауыл ақсақалдары ішімдік сатпау туралы бастама көтерген. Оны тұрғындар бірден қолдапты. Қазір ауылдағы 3 дүкенде де спирттік ішімдік сатылмайды. Ауылдың ақсақалдары бар, басқа бар, Құдай тамақ болады. Сонда үгіт насихат, ауылдың билері бар. Осындай сатылмасын, осындай дегеніне уже қанша жыл болды. Сол тәртіппен келе жатырмыз. Қылмыс ешқандай жоқ. Участковыйлар кеп тексеріп тұрады анда-санда. Көке тыныш па, ешкім маза беріп отқан жоқ қой. Шын айтқанда арақ шарап болған жерде басқалай, сатылмаған екен басқалай ғой. Енді ауылымыз сондай тыныш, жақсы жатыр. Жаман әдеттен арылып ізгілікке бет бұрған ауылдың игі бастамасы көршілес ауылдарға да үлгі болған. Қазір Жиынбайдан бөлек Кершетас, Қоғалы елді мекендері де ішімдіксіз ауыл жобасын қолдап отыр. Тек қана біздің ауылымыз, көрші ауылдарда барлықтарымыз жиналып, барлығында қазір алкогольдік ішімдіктер сатылмайды. Қазір көшеде мас болып жүрген, болмаса бір-бірімен жалдасып жүрген жастарды, болмаса үлкен азаматтарды көрмейміз ауылымызда. Кершетас ауылының тұрғыны Бақтыбек Жаманғараевтың дүкен ашқанына 10 жыл болыпты. Ішімдік сатуға әкесі қарсы болғанын айтады. Мен айтып көргем негізі әкеме, лицензия алайық, сатайық деп. Жоқ, сатпайсың, басқасына берекесін берсін. Арақсыз да өмір сүргенбіз. Сол осы 10 жыл болды, арақ сатқан жоқпыз. Әкем марқұм дүниеден өтті, бұға дейін сатпағанбыз, бұдан кейін де сатпаймыз. Ішімдіксіз ауыл тұрғындарының бос уақыты жоқ. Бірі егісте, екіншісі өрісте малын бағып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Үлкендердің үлгі өнегесін көрген жастар спортты сергетіп, ауылды көркейтуге күш салып жатыр дейді ақсақалдар. Жастарымыздың бәрі еңбекке ауып кеткен, кәсіппен айналысады. Балық шаруашылығы, көгалдандыру, спортпен айналысу бізде өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Округта 6 ауыл бар. 6 ауылдың 2 Келтемашат және Жиынбай ауылында спорт мектебі бар. Қалған ауылдарда мектептерде спорт залдарымыз бар. Соларға келіп ашық сағат 10-11-ге шейін үлкен ересектер ойнап демалуға барлық жағдай жасалған. Түлкібас ауданында 4 ауылдық округ ішімдіксіз ауылға кіреді. Ал облыс бойынша 80 ауыл игі бастаманың шарапатын көріп отыр. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, Мақтаарал ауданында 20, Сайрам ауданында 12, Төле биде 9 ауыл ішімдіктен бас тартып, жобаға ерекше қолдау көрсеткен. Бұл үрдісті басқа да біздің облысқа қарасты қала аудандар жалғастыруда. Полиция, жергілікті атқарушы органдар және жергілікті тұрғындар тарапынан бірлескен жұмыстардың арқасында ерікті түрде осындай ішімдіктен бас тартқан ауылдар қатар көбеюде. Мүлде қылмыс тіркелмеген ауылдар бар. Тұрмыстық зорлық, зомбылық қылмыстары да мүлдем орын алмайды, яғни отбасылық жанжалдар жоқ, құқық бұзушылықтар да едәуір азайған. Мамандар ауыр қылмыстардың 80-85% осы ішімдіктің кесірінен болатынын айтады. Сондықтан ішімдіксіз ауылдардың ізгі әрекеті өзгелерге үлгі болмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістан облысы.